апатынан кейін амандығын халықпен бірге өткізгісі келген Ернар Айдар 5 жылдық мерейтойын Республика сарайында дүркіретіп өткізді. Бұл кеш бұрынғы кештерден өзгерек, әнші үшін де ерекше болса керек. Ойымнан да асып кетті. Ондай күтпедім мен. Бүйтіп халық қайтадан ән сұрап, не қылып, ондай бір ықылас. Бірақ негізі біз немен бітіріп тастауым керек болған, ұмыттың бәрін мен. Бірақ әрі қарай ән сұрадым мен. Ойымнан да асып кетті. Рахмет, көп рахмет. Керемет болды. Күнім сен сөнбеші атты 5 жылдық мерейтойының кешіне осы аттас әнінің бейнебаянына кейіпкер болған қос ғашық Марлен мен Анель де қонаққа келді. Естеріңізде болса, науқас қыздың сүйіктісі мен олардың махаббаты ел аузында аңыз боп тараған еді. Ернар ағамызды осы 5 жылдық мерейтоймен құттықтаймыз. Тек биіктен көріне берсін, өнер өрлей берсін дейміз. Достығымыз, бауырымыз ұзағынан болып осы жалғаса берсін дейміз. Жол апатынан кейін өмірдің мәнін тереңірек түсінген Ернар Айдар осы қос ғашықтың хикаясын бейнебаянына арқау еткен еді. Ал бұл кеште көзіне жас алған әнші өзін әрең ұстағанын айтады. Шынымды айтсам, өзімді ұстадым, көп ұстадым. Себебі көзіме жас енді жігітсің ғой, бірақ осы күнге жеткізген Аллаға шексіз шүкір деп, ана шыққан кезде андай халықты көріп, халықтың ықыласын көрген кезде адамның өзі бір толғанысы болады екен. Оны тоқтату қиын екен ше. Соған мен үлкен шабыт алдым. Енді ондай жағдай болмасын. Осы Алла Тағала осы абыройдан ажыратпай, осындай қуанышты күндерде кездесіп жүре берейік. Аталмыш кеште Ернар Айдардың өнердегі замандастары Айгерім Қалаубаева, Мөлдір Әуелбекова, Серік Ибрагимов, Нұржан Керменбаев және Айқын Төлепберген арнайы келіп кеш иесімен дуэт орындап халықтың қошеметіне бөленді. Ал жұбайлық өмірдің қызығын енді көре бастаған Серік Ибрагимов бұл кеште Ернарға да үйленгенін жар салып әнге қосуды қолқалапты. Жекеде дуэтте орындаймыз. Ол дуэтпен Ернар екеуміз менің репертуарыммен үйлендім мен де орындаймыз. Себебі Ернар Айдар жақында үйленді, бірақ көбісі білсе де көбісі білмейді, сондықтан бір концертте үлкен жаңалық болады. Ол бір ретте айтқан болатын, бірақ енді қалың халық әлі де сол білмей жүр ғой. Енді ол мен сияқты үйлендім мен деп ешкімге айтпайды, сондықтан осы өзінің 5 жылдық концертінде халыққа шығып мен де үйлендім деп айтайын деп тұрмын мен бірге. Сонымен күнім сен сөнбеші 5 жылдық мерекешке қатысқан өнердегі жақындары Ернар Айдарға ақ тілектерін де жаудырып жатты. Ернар бауырымды шын жүректен 5 жылдық мерейтоймен құттықтаймыз. Расында да осыдан 1 ай бұрын мен өзімнің кешімді өткізген болатын, 10 жылдық кеш жасау оңай емес. Ернардың бұл жалпы бірінші кеші емес, біз білеміз. Ернар Айдар ерлеуде, осылай ерлігін жалғастыра берсін. Бұл өйткені үлкен жауапкершілікке толы, сондай бір сынақтан өтетін бір кезеңді расында да, өйткені қаншама нервің бар, қаншама стрессің бар, соның барлығын жеңе біліп, жауапкершілікпен халықтың алдына ыстық ықыласына бөленіп шығуың, ол расында да бір үлкен бір қажамас қайратты талап ететін, бір күш қуатты талап ететін дүние. Сондықтан бауырыма шығармашылық табыстар тілеймін. 5 жыл деген әнші үшін ол аз емес, көп те емес. Бірақ кәдімгідей бір орнына нық тұрған бір әншінің шығармашылық жолы деп ойлаймын. Оның үстіне Ернар деген бүкіл Қазақстанды шарлап концерттер беріп жүр. Мына Республика сарайында болып жатқан концерт 3-шісі ма 4-шісі ма жыл сайын береді. Сондықтан үлкен бір мейрам сияқты оған кішігірім юбилей десе де болады. Сондықтан Ернар концерт құтты болсын, шарықтай берсін, әндер шыға берсін, хиттар шыға берсін, халықтың қошаметіне бөліп жүре берсін. Ернар Айдар, бауырым, сені шын жүректен осындай 5 жылдық тойыңмен, концертіңмен құттықтаймын. Енді 5 жыл деген ол деген аз емес шынымен де. Сондықтан еңбегің ақтала берсін. Сенің тыңдармандарың, сенің көрермендерің өте көп. Бүгін өздеріңізде көрген боларсыздар. Зал лық толы. Туған күннен туған күнге осындай тойдан тойға аман есен жете бер. Тек ауырмаш. Серік Ибрагимов дұрыс айтады. Ең бастысы ауырмаңыз, Ернар мырза. Музон арнасы сізге шығармашылық табыстар тілейді.